Несие шарты дегеніміз не? Заң бойынша ол шартта не көрсетілу керек деген сұрақтарға бүгін бұл видеода мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Егер де қызық болса, онда видеоны әрі қарай көреміз. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Карантин не болып жатыр деп сұрамай-ақ қояйын. Себебі жағдай мәз болып тұрмағанын мен де жақсы білемін. Сонымен несие шарты дегеніміз не? Несие латын тілінен аударғанда кредитум, несие кредо сенемін, сенім білдіремін деген мағына білдіреді екен. Несие белгілі бір мерзім бойы пайдаланып, қайтарылуы үшін әдетте пайыз төлеу шартымен ақшалай немесе тауар түрінде берілетін қарыз. Несие беруші сіздің барлық жағдайыңызды бағалайды. Ол сіздің жасыңыз, тұрғылықты жеріңіз, жұмысыңыз, отбасылық жағдайыңыз, табысыңыз, меншігіңізде жылжымайтын мүлік пен көлік құралдары және де басқа да қарыздарыңыздың болуы тағы басқа. Сондай-ақ егер несие шартында көзделмесе, онда бұндай несие шарты мақсатсыз деп саналады. Ал қарыз алушы несие нысанын өз қалауымен жұмсай алады. Алайда егер де несие шартында бір мақсат көзделген болса, онда несие беруші сол несиенің жаңағы айтылған мақсатқа жұмсалуын қатаң қадағалауға құқы бар. Ал қарыз алушы несие берушінің осындай бақылауын жүзеге асыруына көмектесуге міндетті. Яғни бұл жерде айта кететін нәрсе, егер сіз несиені қандай мақсатта алып отырсыз, осы жайлы айтып отырмын. Егер де несие шартында бұл мақсатсыз несие деп табылса, онда әрине алған несиені сіз өз қалауыңызбен қайда жұмсасаңыз да өз еркіңіз. Алайда несие шартында бір белгілі бір мақсат көзделсе, яғни осы алған несиені мен үйімді жаңағыда ремонт жасаймын немесе бизнес жасаймын деп алатын болсаңыз, онда алған несиеңізді міндетті түрде сол мақсатқа жұмсауыңызға міндеттісіз. Демек, банк өз тарапынан немесе несие беруші бұл несиенің пайдалану мақсатын қадағалауға толық құқы бар деген сөз. Ал егер де ол несие жаңағыдай айтылған мақсатқа пайдаланбай, өз қалауыңызбен басқа жерге жұмсайтын болсаңыз, онда банк немесе несие беруші просрочкаға болғанына болмағанына қарамай, несиені мерзімінен бұрын шұғыл қайтаруды талап етуі мүмкін. Қазақстанда несиенің қандай түрлері бар? Соған тоқтала кетейік. Біріншіден, ол ұлттық банк несиелері, аукциондық, ломбардтық, бюджеттік несиелер. Ал екінші деңгейдегі банктердің несиелері, олар меншікті айналым қаражатының жетіспеушілігін уақытша толтыруға, күрделі салымдарды қаржыландыруға, тұтыну мақсатына арналған несиелер, импорттық, ипотекалық, консорциалдық, банкаралық несиелер болып бөлінеді. Қазақстанда ең көп кездесетін несиелердің түрлері ол акцепті, ипотекалық несиелер, ломбардты және де тұтыну несиесі. Тұтыну несиесіне біз жаңағы кредитная карта немесе техника, сол несиелердің барлығын біз тұтыну несиесі жатқызамыз. Несиенің түрлері мерзімдеріне қарай бөлінеді. Қысқа мерзімді несиелер, олар 1 жылға дейін жасалған келісім шарттар. Екіншіден, орта мерзімді несие, яғни 1 жылдан 3 жылға дейін аралықта жасалған несие шарттар. Үшіншісі ол ұзақ мерзімді несиелер, яғни 3-5 жылдан жоғарғы несиелерді біз ұзақ мерзімді несиелер деп айтамыз. Сонымен заң бойынша несие шартында не көрсетілу керек? Соған тоқтала кетейік. Біріншіден, міндетті түрде несие шарты ол жазбаша түрде жасалынады. Екіншіден, датасы мен жері. Яғни сіз несиені бүгін алып жатсаңыз, ол жерде 8 шілде 2020 жыл Алматы қаласы деп жазылып тұру керек. Үшіншіден, несиенің мақсаты, яғни несиені не үшін алып жатырсыз? Немесе жаңағыдай мақсаты жоқ несие, яғни тұтынушылық, потребительский займ, яғни өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге жарататын несие. Төртіншіден, жаңа несие шартында сізге берілетін несиенің сомасы жазылу керек.
Яғни несие шартында 1 миллион деп жазылса, сіз қолыңызға ровно 1 миллион теңге алуыңыз қажет. Сондай-ақ 1 миллионның жанында жазбаша 1 миллион теңге деп жазылуы тиіс. Бесіншіден, несиенің валютасы. Теңге немесе Америка Құрама Штаттарының доллары. Бірақ менің егерде қателеспесем 2016 жылдан бастап Америка Құрама Штаттарының долларымен несие беру біздің елімізде тоқтатылған. Сондықтан да бізде тек қана, егерде қателеспесем, тек қана теңгемен беріледі несие. Алтыншы, несиенің өтеу мерзімі. Яғни несиені қанша уақыт қалып жатырсыз, соның барлығы несие шартында көрсетілу керек. 1 жыл болса 1 жыл, 3 жыл болса 3 жыл. Кей жағдайда болады, жаңағыдай несиеге заявка немесе анкета толтырып жатқан кезде 1 жылға, 2 жылға сұрасаңыз, сізге 3 жылға беріп жатады. Ол нормальный жағдай. Ал бірақ егерде заявкада жаңағыдай 3 жылға, 5 жылға жазылып, ал бірақ келісім, ал бірақ несие шартында 1 жылға ғана несие шартын түзіп, 1 жылдан кейін келіп пролонгация, ары қарай создырамыз деп айтса, ондай несие шарттар заңсыз болып табылады. Жетінші, ол несиенің өтеу әдісі. Біздің елімізде несие өтеудің 2 түрі бар. Ол аннуитеттік төлем және дифференциалды төлем. Аннуитеттік төлемде ол барлық төлемдер, ежемесячный платеждың барлығы бірдей болады. 50 мың ба, барлық айға 50 мыңнан бөлінетін болады. Ал дифференциалды төлем кезінде басында көбірек сума төлейтін болсаңыз, ай сайын ол сума азайып кете береді. 8-ден, тілге байланысты. Яғни несие шарты 2 тілде түзілу керек. Қазақ және орыс тілінде. Себебі Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес біздің елімізде мемлекеттік тілі қазақ тілі, алайда орыс тілі сол қазақ тілімен теңдей дәрежеде бірдей қолданылады. 9-шы, әрине, бұл біздің сыйақы мөлшерлемесі. Бұл сыйақы мөлшерлемесін әрине бәріңіз білетін боларсыздар. 56%-дан аспау керек. 56%-ды ол Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің қойған ставкасы. Сондықтан да несие шартында міндетті түрде осы пайыз, ГСВ деп жатамыз кей кезде, сол 56%-дан аспау керек. 10-шы, сіз просрочка жасаған күнде штраф пен пеняның сомасы міндетті түрде қанша болатыны жазылу керек. 11-ші, несие шартына міндетті түрде кесте берілу керек. 12-ші, әрине, екі тараптың, несие беруші мен алушының қолы қойылу керек, және көп жағдайда несие берушінің мөрі басылу керек. Енді осы жаңағы мен айтып кеткен шарттардың біреуі орындалмаса не істеуге болады? Яғни қарапайым айтып кететін жағдай, көбінесе несие шартында көрсетілген сомадан аз сома алып жатады. Кей кезде адамдар жаңағыда несиені алғанша асығып, оның не екенін түсінбей жатып, бірақ кейбір кезде банктерден де ондай қателіктер болып жатады. Жаңағы жасалынып жатқан страховканы сомасын айтпайды, немесе страховканың келісім шартын көрсетпейді. Мұндайда сіз несие шартын жасап болғаннан кейін, яғни несиені қолыңызға алғаннан кейін, егер сума кішкене жетіспейтін болса, онда міндетті түрде банкке жазбаша түрде арыз жазу керек. Яғни несие шартында миллион деп көрсетілді, мен қолыма 900 мың немесе 800 мың ғана алдым. Қалған сома қайда кетті? Себебі несие шартында бұл сомалардың барлығы көрсетіліп, қандай сома қай жерге кетіп жатыр, соның барлығы жазылу керек. Бірақ одан кейін жазған арызыңыздан ешқандай да нәтиже шықпаса, онда сот арқылы бұл несие шартын жарамсыз деп табуға болады. Ол деген сөз талап арызбен міндетті түрде сотқа жүгінеміз деген сөз. Осымен бүгін сіздермен мен несие шарты жайлы біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Видеоны міндетті түрде басқалармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал егер де ұнаған болса, онда лайк басамыз. Сондай-ақ каналға міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыздар.
назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.